Сәлем достар, қалайсыздар? Біз бүгін Ақсая екеуміз ойнаймыз. Екеумізде осындай екі түрлі сурет. Осыны, мынау естеріңізде болса, папасы сыйлаған фломастер. Ішінде 80 түрлі фломастер бар. Осы жерден үш түрлі түс, көзімізді жұмып, үш түрлі түсті таңдаймыз. Сол таңдаған үш түрлі түсімізбен осы суреттерді, қолымыздағы суреттерді бояп шығамыз. Жарайды. Мен қазір. Бірінші Ақсая таңдайды. Қайда? Ақсаяның таңдауы осы үш түрлі түс. Енді мен таңдаймын. Мама кішкентайымдан бастаймын. Мен осы үш түрлі түсті таңдадым. Бәрібір бір-біріне ұқсап тұр. Жарайды, енді көрейік қалай шығатынын. Индианский. Бұл фломастердің екі жағы екі түрлі текстурада екен. Моана. Моана емес. Кім енді? Білмеймін. Мулан? Иә. Мулан. Жазылып тұр екен ғой. Қара. Сен неге менің түсімді алып алдың? Мне просто қарағым келді. Мама балда. Мама балда. Мама сен де қарама. Ақсая суретін теріс қарап қойып өз бояп отыр. Неге сен өзіңе оңайын таңдадың, маған қиын беріп қойдың? Сосын? Сол сұраққа жауап берші маған. Папа өзі айтты. Папа не деп айтты? Мамаға сложно келеді, ол бұп емес. Солай айтты ма? Біздің суреттеріміз дайын. Ақсаяда осы үш түс болған. Менде бір-біріне ұқсас үш түс. Суреттерді көрсетуге дайынсың ба? Бір, екі. Менде Мулан, Ақсаяда Пикачу. Қазір сіздерге жақыннан көрсетеміз. Ақсаяның Пикачуы. Пикачу жүректермен. Ал мендегі персонаж Мулан. Кімдікі әдемі? Комментарийге жаза кетіңіздер, кімдікі әдемі шыққан. Маманікі әдемі шықты. Сен солай ойлайсың ба? Маған сенің ұнап тұр. Сенде Пикачу сары. Ярып сары. Пикачудың өзі сары емес та. Негізі на дракон қызыл болған. Мынау жасыл болған, қателеспесем. Ол қара болған. Кішкене темный. Мынандай сияқты бірақ кішкене темный. Мен есімде емес. Мулан басқа болған. Біз бар үш түспен бояп шықтық. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.